балалар? Қайырлы күн, апай! Балалар, көңіл күйлерің қалай? Жақсы! Балалар, бүгін біз ауа райын бақылайықшы. Бүгінгі ауа райы қалай болып тұр кәне? Жарайсыңдар балалар. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілі. Жарайсыңдар. Жыл мезгілі қанша ай бар балалар? 3 ай бар, я? Кәні атап өтейікші балалар. Кім айтады? Айбеке айта қойшы. Бүгін 3 ай. Жыл мезгілімізде 3 ай бар, я? Қандай? Наурыз, сәуір, мамыр. Жарайсың Айбеке, өте керемет. Балалар, жыл мезгілімізде 3 ай бар екен. Балалар, қарайшы. Бүгінгі менің ұйымдастырған іс-әрекетінің тақырыбы табиғат құбылыстары. Біз табиғат құбылыстарымен танысайық балалар. Кәні назар аударамыз экранға. Табиғатта әртүрлі өзгерістер болып тұрады. Күн мен түн алмасады. Жаңбыр, қар, бұршақ жауады. Жел соғып, күн күркірейді. Балалар, біз табиғат құбылыстарында әртүрлі жағдай кездеседі екен. Қар жауады, найзағай, жел, жаңбыр жауады екен, я? Балалар, қараңдаршы, бізде қазір көктем мезгілі. Көктем мезгіліндегі құбылыстармен танысайықшы. Кім айтады, балалар? Табиғат құбылыстары не екен көктем мезгілінде? Жаңбыр, жел, найзағай. Кәні кім айтады? Жаңбыр, жел, найзағай жатады. Жарайсың, Әмір, өте керемет. Отыра ғой, Әмір, көктем мезгілінде найзағай, жел, жаңбыр жауады екен. Балалар, қараңдаршы, бізде біреу есік қағып тұрған сияқты. Кім екен? Балалар, байқайықшы. Кім екен? Бізге екен, балалар. Бізге кім келді? Алиса робот келді. Кән сәлемдесейші Алисамен. Сәлем, сіздің күніңіз қалай өтіп жатыр? Жақсы. Бұл керемет. Бүгін немен айналыстыңыз? Біз бүгін табиғат құбылыстарымен айналысып жатырмыз, балалар. Алиса бізге көмектесейін деп келген екен, балалар. Алисаға сұрақ қояйықшы, кәні? Бізге кән? Айта ғой. Айбеке, Алисаға сұрақ қоя қойшы. Алиса, күн дегеніміз не? Күн әлемдегі өзге миллиондаған жұлдыздар сияқты жұлдыз. Бұл дүмпуден кейін артынан газ бұлттарын қалдырған ескі және үлкен жұлдыздың туындысы. Балалар, Алисаға тағы қандай сұрақтарың бар? Айта ғой. Алиса, жаңбыр дегеніміз не? Қазір Ардабасы ауданынан +30 ала бұлтты. Жаңбыр түнде басталып, ертең күндіз тоқтайды. Балалар, тағы да сұрақтарың бар ма? Кәні айтайықшы, кім айтады сұрақ? Айта ғой. Алиса, бұлт дегеніміз не? Бұл атмосферада қалқыған өте ұсақ су буы тамшыларының және мұз кристалдарының жиынтық жүйесі. Балалар, бізде бақшамызда метео алаңы бар, я? Сол метео алаңына барып, ауа райын бақылаймыз, ауаның жылулығын бақылаймыз. Ояқта бізде жаңбыр жауып жатқанды тәжірибе жасаймыз, қолдан жаңбыр жауғызамыз. Біз олай болса, Алисамен бірге барып, метео алаңымызға барайық, я? Олай болса, жүріңдер, балалар. Балалар, біз бақшамыздағы метео алаңымызға келдік, балалар, я? Сендермен осы жерде ауа райын бақылап, ауаның ылғалдылығын түсіндіретін боламын, кәні, балалар. Біз Алисамен бірге келдік. Балалар, біз далаға шығып, ауа райын бақылауға келдік, Біз кәне ауа райын бақылайық, балалар. Бүгінгі біздің ауа райымыз қандай болып тұр, кәне? Бұлттанып тұр, Әмір, келе ғой, кәні? Ауа райын көрсете қойшы, бүгінгі ауа райы қандай болып тұрғанын. Көрсете қойшы, кәні? Ой, жарайсың. Бүгінгі күніміз, ауа райымыз бұлттанып, ала бұлт болып тұр екен, Жарайсың, Әмір, өте керемет. Балалар, біз Алисадан ауа райын сұрайықшы, кәні? Алиса деп. Алиса, Ауа райын айтып берші. ауа райын десек, ауа райын. Ала бұлтты. Жаңбыр түнде басталып, ертең күндіз тоқтайды.
Кешке плюс 26, бұлтты. Ал түнде плюс 19, аздаған жаңбыр. Рахмет. Балалар, біз ауа райының жылулығын өлшейді. Термометрге қараңдаршы, кәні бүгін қанша градус болып тұр екен? 30 екен, я? Кәні Нұрсұлтан келе қойшы. 30 градусты көрсете қойшы кәні. Ой, жарайсың Нұрсұлтан, керемет. Бүгін 30 градус жылы екен, я балалар, я? Жарайсыңдар балалар, керемет. Балалар, біздің ауа райы құбылыстары туралы кім сұрақ қояды балалар? Көмекшімізге. Айша қоя қой. Алиса, біздің күн дегеніміз не? Күн, гр, хелес, көк жүйесіндегі газды ғаламшар. Бұл жарық пен жылудың орасан ошағы жерден 149,5 миллион шақырым қашықтықта орналасса да, Жел болып тұрма, тала, жел болмай тұрма. Жел бағарымыз. Жел болмай тұр, е? Жел бағарымыз айналмай тұр. Егер де жел тұрып тұрса, мына жел бағар неғылады балалар? Айналады, е? Мынау жел бағар бүйтіп айналады жел тұрса. Егер де жел болмаса, жел бағарымыз айналмайды екен, е? Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Олар табиғатымыз екіге бөлінеді, е? Тірі табиғат, өлі табиғат, е? Біз тірі табиғатқа не жатады екен? Тірі табиғатқа адам, жануар, өсімдік. Жансыз табиғатқа күн жатады екен, е? Жарайсыңдар балалар, керемет. Біз балалар Алисадан сұрайықшы, кәні кім сұрақ қояды Алисаға? Айта қойшы Нұрсұлтан Алисаға. Алиса, ауа дегеніміз не? ауа жер атмосферасын құрайтын табиғи газдар қоспасы. Біз табиғатымызды ластамауымыз керек, е? Табиғатымызды көркейтіп, әдемілеп, бөлегіп, гүлімізді жарқыратуымыз керек, е? Балалар, біз табиғатымызды не істеп жатырмыз? Әсемдеп жатырмыз, е? Жарайсыңдар балалар. Бізде Түркістан облысында қолда жаңбыр жауғызып жатыр екен ағаларымыз. Біз сол ағаларымызға ұқсап балалар, балабақшамызда қолдан тәжірибе жасап, жаңбыр жауғызайық балалар. Біз кәні қаяқтан пайда болады жаңбыр? Мына тауларымыздағы қарларымыз еріп, көлге түседі екен балалар. Көрдіңдер ма? Көлге түседі екен. Ол күннің әсерінен, қызуынан буға айналып бұлт болады екен балалар. Көрдіңдер ма? Бұлт болғаннан кейін ол жерге жаңбыр болып жауады екен балалар. Аян, кәні жауын болып жаудырайық. Кәні қалай жауады екен біз? Кәні біз қолдан жаңбыр жауғызып жатырмыз. Кәне балалар, жаңбыр жауды, е? Біз қолдан жаңбыр жауғызып жатырмыз балалар. Жаңбыр қайдан пайда болады екен балалар? Бұлттан пайда болады екен, е? Мына қарларымыз еріп, көлге түседі екен. Мына күннің әсерінен, қызуынан жаймен буға айналып бұлт болады екен. Бұлт сосын жерге тамшылап, жаңбыр болып қайттан көлге түсіп жауады екен балалар, е? Ол топыраққа сіңіп кетеді екен, е? Ол өсімдіктерге, жердегі гүлдеріміздің барлық жемістеріміз бар, өсімдіктеріміз бар, барлығына пайдалы екен, е? Балалар, біз су тамшысын жасайық, е? Тәжірибе жасайық. Кәні балалар, бірінші суға ақ көбік құямыз балалар. Кәні? Балалар, біз енді су тамшысын жасаймыз. Кәні? Кән? Суға қарайықшы мияқтан. Кән? Балалар, кәні? Табиғат туралы тақпақ айтайықшы? Айта қойшы, Айшуа. Табиғат біздің анамыз, жер ана біздің панамыз. Таза болса табиғат, біз де аман боламыз. Жарайсың, Айшуа, керемет. Тағы кім айтады? Айта қой. Табиғатты қолдаймыз, жақсылықты қорғаймыз. Гүлегеміз, бақтарға айналасын қоршаймыз. Ой, жарайсың, керемет, Мағжан, тамаша. Де көңілді ән қойып берші қазақша. Біз бойымыз сергіп бір билеп алайық. Міне, көтеріңкі көңіл күйге керемет үйлеседі. Билейміз, кәні?
Балалар, біз бана қолдан тәжірибе жасап, жаңбыр жауғызып едік. Енді табиғатымыздың табиғи жаңбыры жауып жатыр, иә? Керемет балалар, кәні қолымызбен ұстайықшы бүйтіп. Керемет табиғи жаңбыр жауып жатыр, иә? Жарайсыңдар. Балалар, енді біз жылыжайға барып өсімдіктермен танысайық. Кәні балалар? Балалар, біздің жылыжайымыздағы өсімдіктерді суғарайықшы, кәні балалар? Апай, мен де суғарайын. Кәні, әкеңдерші кәні? Мен суғарайын. Өсімдіктерді суғарайық. Жарайсыңдар балалар, кәні? Керемет балалар. Балалар, біз Алисадан көмек сұрайық, иә? Жылыжай дегеніміз не? Кәні, Алиса? Жылыжай дегеніміз не? Жылыжай бұл өсімдіктерді өсіруге және дақылдарды қорғауға арналған жабық ғимарат. Жылыжайда сіз көкөністер, гүлдер, шөптер және басқа да өсімдіктер өсіре аласыз. Балалар, Алисаға сұрақ қойыңдаршы, кәні? Алиса, жеміс теруге бола ма? Иә, жылыжайларда әртүрлі дақылдарды өсіруге болады. Ең бастысы дұрыс күтім мен күтім жасау. Балалар, біз көмекшімізге сұрақ қояқшы, кәні? Тағы сұрақтарың бар ма қоятын? Мен. Айта қой, Айғаным. Помидор дегеніміз не? Пайдалы ма, пайдалы емес пе? Дәмді ме, дәмді емес пе? Жарайсың, Айғаным. Кәні, Алиса, қызанақ дегеніміз не? Қызанақ немесе қызанақ. Лат, саланум, ликобрсикум. Бір жылдық немесе көп жылдық шөптесін өсімдік. Балалар, біз көмекші досымызға тағы кім сұрақ қояды? Мен. Аян, айта қой. Алиса, жеміс деген не? Жеміс, жабық тұқымды өсімдіктер өнімі. Рахмет, Алиса. Оқасы жоқ. Балалар, біз жылыжай туралы тақпақ кім айтады? Мен. Айғаным, айта қой. Жылыжайда гүл өседі, көкөніс те көп өседі. Күннің көзін сүйеді, су құйсаң жүз көтереді. Ой, рахмет, Айғаным. Керемет. Біз жылыжайымыздағы көкөністерімізді, балалар, дән арқылы сеуіп, неғылады? Көшетке айналады екен, иә? Осы көшетті, балалар, өзіміздің бақшамызда егістік алаңымыз бар. Сол егістік алаңымызда қызанақ ектік. Сол қызанақты барып, түбін қопсытып қайтайық, балалар, иә? Балалар, біздің жылыжайымыздағы отырғызған қызанағымыз, иә? Осы қызанақтың түбін қопсытайықшы, кәні, балалар? Біздің жылыжайда отырғызған қызанақтың түбін қопсытайық, балалар. Балалар, біз жылыжайға дән арқылы сеуіп, көшетке айналдырамыз, иә? Көшетті әкеліп, біз бақшамыздағы егістік бауымызға әкеп, егеміз, иә? Бұл не, балалар? Өрік екен, иә? Жеміс екен. Сондай керемет, балалар, ол адамға өте пайдалы, денсаулыққа, иә? Одан не жасауға болады? Шырын. Компот, шырын жасауға болады, иә? Өзіміздің бау бақшамыз, бала бақшадағы, иә? Жарайсыңдар, балалар. Керемет. Бұны жуып жеуіміз керек. Балалар, біз бақшамыздағы егістік алаңымызда қызанақтың көшеті бар, иә? Көріп келдік, иә? Бауымыздағы жемістерді көріп келдік. Өте керемет, балалар. Жарайсыңдар. Жүре қойыңдар. Балалар, біз Алисаға рахмет айтайық, иә? Алиса табиғат құбылыстар туралы түсіндіріп, бұлттың не екенін, күннің не екенін айтып берді. Кәні, Алиса, рахмет. Алиса, рахмет. Сендер бүгін ұйымдастырған іс-әрекетке жақсы қатыстыңдар. Айшуақ, Бағжан, Әмір, Әмина, Айғаным, Айшуақ, Нұршуақ, Аян. Сендер бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекетке өте керемет қатыстыңдар. Сендерді мақтап, мадақтаймын, балалар.